Армысыздар, ардақты ағайындар. Біз бүгін міне Бурабай ауданына қарасты Шүйінсіз қаласының 7-ші мектеп лицейіне келіп отырмыз. Осы жерде бұқаралық спортты дамытып жүрген Жұматай Базарұлымен келіп отырмыз. Жұматай аға, сізді қош көрдік. Рахмет. Мынау жалпы бұқаралық спорт, оның ішінде мынау тоғызқұмалақ, теннис, асық ату ұлттық ойындар ғой. Осы 70 жыл бойы біз ұлттық ойынымыздан ажырап қалдық. Тоғызқұмалақты кезінде ұлы Абай атамыздың өзі жақсы көріп ойнапты. Қанша шәкіртіңіз бар қазіргі таңда? Қазіргі таңда 7-ші мектеп лицейінде осы ұлттық спорт түрлерінен, оның ішінде тоғызқұмалақтан оқушыларға дәріс беріп жатырмын. Менде 100-ден аса шәкірттерім бар осы мектепте. Оның жасы ең кішілердің арасында 2-ші сыныптың оқушылары және мектеп бітірейін деп жүрген 9-11 сыныптар арасындағы оқушылар. Жалпы бұл осы жаңа тоғызқұмалаққа, асық атуға балалардың қызығушылығы қалай? Тоғызқұмалақ мысалы ол өзі өте күрделі ойын. Балалар сезгеннен кейін, ары қарай күрделенгеннен кейін алып кете алмайтын сессе, ол бала бірден 20-ге келуді үзеді. Бірақ таланты бар балалар алады да ары қарай жалғастырады. 5 асыққа да қызығушылық бар. 5 асықты 5-ші мен 11-ші сыныптардың арасында. Осы екі спорт түрінен тоғызқұмалақ та асық ойындары да қазір заңды түрлі тіркеліп аталып жатыр. Осы Совет үкіметінің тұсында осы жаңа тоғызқұмалақ, асық ату ойындары болды ма? Совет үкіметінің тұсында тоғызқұмалақ ол болды, бірақ шектеу қойылып жүрді. Бұл құмар ойын деп атады тоғызқұмалақты. Солай деп танып, шектеу қойып жүрді. Ал енді Қазақстан егемендік алғаннан кейін, әрине, жаңағы мен айтқандай спорт түріне айналып, қазіргі таңда жалпы мынау аудандық, облыстық деңгейде, республикалық деңгейлерде біріншіліктер өткізеді, және Азия, Европа, әлем кубоктарының жарыстары ресми түрде өткізіліп жүр. Ал асық ойындары кейінірек келіп, ең жас ойындардың бірі деп айтсақ дұрыс болады. Неге десеңіз, асықтың дамуына мінекей жобасы сол 5-6 жылдан бастап дамып тұр. Бұл жерде де әлем кубогы, Қазақстан чемпионаттары, аудандық, облыстық деңгейдегі жарыстар және әлем чемпионаттары өткізіліп жатыр. Жұматай аға, өткенде мынау қалалық саябақта городок ойыны болып өтті. Қазан айында, қарттар мерекесіне орай. Қанша адам жиналды ол жерге? Көрші мынау Зеренді ауданынан 3 ойыншы келді. Сонда біз жалпы 10-12 ойыншы қатыстық, тек қана зейнеткерлер арасында. Бұл бұқаралық спорт тұлғасын енді жаңа ауылды елді мекендерге қолқа сап көрген жоқсыздар ма? Спартакиаданың регламенті жазылып, бүкіл ауылдық округтарға таратылған. Наурызбай ауылынан Байкенов Сайран деген ғана кісі келді, зейнеткер. Басқа ауылдық округтардан ешкім келмеді. Ал енді бір қуантарлық жағдай, бізге Көкшетаудан, Көкшетау қаласынан 15 ардагер келді тоғызқұмалақтан. Демек, ауылдық округтың әкімдері бұқаралық спортқа, яғни қарттарға көңіл бөлмейді деп ойлап отырсыз. Мынау үкімет тарағаннан кейін өзі жалпы бұқаралық спорт деген ол тоқтап қалды. Бұрын енді кеңес үкіметінде бір плюсы бар да, бұқаралық спорт жақсырақ дамыған. Неге десеңіз, мынау аудандық спартакиада өткізіп, қысқы, жазғы, сол мүгедектер арасында спартакиада өтіп, сол қорытынды жасалатын Совет үкіметінде. Бірақ оның ішінде ұлттық спорттар жоқты. Ал енді қазір әрбір ауыл округында спорт нұсқаушысы бар. Бірақ менің міндетін атқарып жатқан ол белгісіз. Жалпы қандай спорттар бізде бар спартакиадада, соны бұқаралық дамытуға атсалысу керек деп ойлаймын. Жаңа енді қайттан асық ату ойынына келейік, тоғызқұмалақпен. Іс-сапарға жиі шығасыз, яғни ауданымыздың осы мектептің балаларын Алматыға, тағы басқа қалаларға жиі апарасыз.
одан жүлделі оралып жүрсіз. Қаражатты қайдан табасыз аға? Қазір кішкене тәуірлеу, бұрын мүлдем қиын болатын. Қазір кейбір жарыстарға шыға алмай қаламыз, бірақ чемпионаттарға қаржыландыру болып тұр. Неке облыстық деңгейде, мысалы, мынау біздің туризм және спорт бөлімі осы соңғы 2 чемпионатқа биыл қаражат бөлді. Республикалық чемпионаттарға облыстық ұлттық спорт түрлері бойынша және спорт клубы қаражат бөліп тұр.